әдепсіздік ойланбай асығыс еркін сезімі билеп ойына келгенін істете салатын адамдар болады. Албырт адам жағдайға санаспайды, мәселені әбден түсінбей тұрып тез шеше салады да артынан өз істегендеріне өкінетіндер де жиі кездеседі. Мұндай адамның өзінің мінез құлқын бақылауы жетіспейді. Албырттық әсіресе балаларға тән, өйткені олар әлі тәжірибесіз, істеген қылықтарына баға беруге шамалары келмейді. Балалар кейде ешқандай мағынасыз қылықтар көрсетеді. Үлкендер одан «сен неге олай істедің?» деп сұрайды. Ол неге олай істегенін білмей өзі таң қалады. Мұндай абырсуды ақылмен ретке келтіру мүмкін емес, ол қауіп тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайда баланы өте мұқият бақылап отыру қажет және дәрігерге көрсеткен жөн. Баланың албырттығын тәрбие ар-ожданымен жоюға болады. Үлкендер оның әрбір істеген қылығы үшін өзіне өзі есеп беруін және жауап беруін талап етіп отыратын болсын. Бірлесіп ойнайтын ойын баланы белгілі бір ереженің қатаң түрде бағынуға және ойнаушы ұжымның мақсатын қорғауға мәжбүрлейді. Өзін өзі ұстай білу дағдысын жетілдіруге және бекітуге, өзін өзі бақылауға жақсы негіз болатын нәрсе күнделікті режим. Режимді бұзу баланың шаршауына, өзін өзі ұстай алмауына және себебін өзі де айтып бере алмайтын қылықтарға әкеліп соғады.